Тамаша той думанмен таң атырсам, сол кезде жаныңда сен жан отырсаң, тамаша жексенбі күн көл басында, тұнықтан балық аулап бал отырсам, тамаша жексенбі күн көл басында, тұнықтан балық аулап бал отырсам. Тамаша тойлаудың түнін көрсе, түнде солайдай сұлу теңін берсе, тамаша достарыңмен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін дерсек, тамаша достарыңмен дала кезіп, торқалы туған жердің гүлін дерсек. Тамаша қырдан қызыл түлкі ауласа, түлкіге қылмай қосып қиқулатса, тамаша қанжығаңды қандап қайтса, тамаша соның бәрі мүмкін болса, тамаша қанжығаңды қандап қайтса, тамаша соның бәрі мүмкін болса, тамаша жүрегіңді ұстамаса, таршылық жан жағыңнан қыстамаса, тамаша тамаш емес бірақ та бір мезгіл кетпен күрек ұстамаса, тамаша тамаш емес бірақ та бір мезгіл кетпен күрек ұстамаса. Іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды, мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар құстай сайрап, айналайын класстастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Мұғалима оқы дейді ғой, бірақ оны түсінбейді ғой. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Вечер десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Араладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым.
Егер есте сақталын, бір-біріммен жарысатын, анкетаға жазысатын, айналайын класстастарым. Бір-біріммен жарысатын, анкетаға жазысатын, айналайын класстастарым. Айға да ұшып қайда кетмейлі, өздеріңді жүрек іздейді. Қайда оралмас қайран жылдар, сағынышқа айналдырған, айналайын класстастарым. Қайда оралмас қайран жылдар, сағынышқа айналдырған, аман болшы класстастарым, айналайын класстастарым. Кездесу 40 жылдық кеші құтты болсын! Айғаш қошеметтеріңіз дайын ба? Олай болатын болса біздің оқушыларымыздың ұстазы Кенжегүл апайымызды қарсы алайық! Кенжегүл апай! Қошемет! Ұстазымыз! Түскен оқушыларымызды қарсы алайық. Алдарыңызда Патов Сәкен және Нұрлыбаева Мәкен! Айтайықшы қошемет! Қошеметтеріңіз ойбай!
너 이리게 그룹이 이리게 났으리네. 젊으신 허름이 무슨 애들 시비를 시키면서 벌써보다 벗어보다 좀 사실을 했는데 아니 아니 벗어보시는 거는 그런 일들 біздің оқушыларымыздан және Қошқарбаев Әміржан Молдабаева Альбина. Тамаша. Келесі біздің Саханов Ғалымжан және Сауғабаева Гүлнара. Ауыр салмақта. Тамаша Нахипов Талғат және Ибатов Сафар дейді. Екеуі жүрген ба, не істеген ол? Қандай? Басынан қайталаймыз. Екеуі бір-бірін не қылмайды? Қалай болмыз? Маған сөйтіп жазып, соған қарағанда мектепте бірдеңе болған ау. Анапеева Мейрамгүл мен Нахипов Ибатов Сафар соларда арасында бірдеңе болған ау деймін. Шапала! Екеуіңіздің араңызда ештеңе жоқ па? Жоқ-та ойнап қалмады десең, тамаша. Енді Тұрғанбаева Забира Оқасов Саттар. Вкусын позажор или бизнесмен келсе бұл. Енді келесі Абдықалықова Гүлсара және Нахипов кішкентай шайнек тез қайнайды деп қандай керемет көңілді класстастар Аймағамбетова Кенжегүл және Досқожаев Бақта.
деген сияқты. Әдем киініп алыпты барлығы. Тамаша. Столға қазір отырсаңыз бір есерке сөзбесі болайық. Бір әдем есерке сөзбесі болайық. Мына балада маған ақша керек деп жатыр еді. Соны ақша керек. Ке көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қуыстай сайрап айналайын класстастарым. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қуыстай сайрап айналайын класстастарым. Класстастарым, класстастарым, класстастарым. Кеш арнасы болғанымен мерекелеріңіз құтты болсын! Жаным, рахмет. Екі стол мені жақсы көріп отырғандарыңызға рахмет. Қалған столдарына жақтырмайсыздар мені. Аяқтағы екі стол мені жақтырмайсыздар. Бүгін керемет мерекеде тамадаларыңыз мен қайтымен естеймін. Негізі бүгін ұйымдастырып жатқан кісілер 100 тамаданың ішінде мені таңдапты. Әртістер өкпеді. Мен әртіспін. Біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейтін шығарсыздар. Астана қаласы Әзіл әлемі театрының директоры, әйелдердің қас жауына айналған Тұрсынбек Алаттай жасыр. Сол шәкірт оқылды естеймін әйелдер. Башқа баламын өзі. Тек өлең болса шекерген жоқпыз. Азат апаға көңілашақ қытай жобалардың жеңімпазы. Қазіргі таңда көпшілікке танымал Зузу Күлпаш фильміндегі ауылдың участковый Бекси түріндегі актердарымыз. Бүнгеш қасабасы алдарыңызда Қазбек Досбек. Бүгін міне Термене ауылындағы 1986 жылғы Ташенов атындағы орта мектеп түлектерінің 40 жылдық кездесу тойы құтты болсын деп кештерді жүргізіп жүрген кезде менің риза болатын нәрсем, кейбір жандар білмеймін, 40 жыл көрмегеніне қуанып отырмайтындай отырады. Бүгін кеш олай емес, өзіңіз отырып шай ішейік, арасында әзілдесіп қунасып отырайық. Әзілдесем кейбір жандар бүйтемін, ренжіп қалады, ондай болмайық. Бүгін балалық шақта отырғандай әдемі естеліктермен отырайық деп жатырмын. Көңіл-күй қалай? Біздер баясыңызда сый-сияпаттар өте көп. Мен алғашқы сый-сияпатты табыстауды бастайыншы. Алғашқы сый-сияпатымызда осындағы ең көңілді столға табыстағым келіп отыр. Қай стол көңілді? Қай стол қатты көңілді? Мына столда бір адам көңілді. Енді қателеспесем, осы стол көңілді болып шыға. Алғашқы көңілді столдың иегеріне қошемет етіңіз. Тамаша, дәл осындай керемет көңіл-күй болсын деген ниетте енді біз қазір ойнаймыз, көреміз. Сол себепті кішкене әзілден бұрын алғаш өмір болғаннан кейін арамыздан кеткен достарымыз жоқ емес бар. Сол кісілерді бір еске алып, экранға назарларыңызды салып, сол кісілерді бір еске алып алсақ, әрмен қарай керемет көңілді кешімізді жалғастырып бастасақ деп жатырмыз. Қарсы болмасаңыздар, экранға назарларыңызды салсаңыздар, достарымызды бір сәт еске алсақ. Ғұмыр қысқа дейміз-ау, ғұмыр қысқа. Тоқтайтынын білмейміз қайсы тұста. Қысқа ғұмыр қамшының сабындай ақ, ұқсайды екен бір етіп ұшқан құсқа. Өткен күннен өкініш бар ма сірә, оралмайды мейлі күл, мейлі жыла. Кеткен жанды іздейсің айналамнан, келмейтінін қайтадан біле тұра. Кейде ренжіп дүние тарлығына, қолды бірақ сілтейсің барлығына. Байқасаңыз бәріне уақыт емші, сыйласқанға жетпейді барлығы да. Сендер барда төбешік
таумына, қарсы тұрып табиғат дауылына. Сендерге ыстық мендегі сағынышты басар едің құшақтап бауырыма. Бағалайық өмірді тірімізде, бауыр болып біріміз бірімізге. Араздасып өтсек те мына өмірден, кетпейтінін білеміз түгімізде. Байлығында қалады басқасы да, балашаға кетеді бас-басына. Бірге жүрген жандарды кім біледі, әзәзілде ілесіп сатпасына. Болсын ауыр тағдырдың жүгі бізге, шүкір соққанымыз бізге. Өлгеннен жылаудан қажеті жоқ, сен сасайық көзіміз тәкәсізде. Жандар жанатты болсын деп қояйық. Енді өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Өткендерді кішкене еске алып, одан кейін бастасақ деп өткен қазір ойнаймыз, күлеміз деп жатқан сияқты. Сол себепті осындай дүние жасап жатқан жайымыз айыпқа бермейсіздер. Кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Мен енді қымбатты ханымдар, және мырзалар, міне алғашқы біздің түтігіміз түріп тұмағамыз сыпыратын алғашқы тіректің төріне қымбатты қадірлі қонағымыз шақырсам деп жатырмын. Әрине тарихта білуім бойынша, оқуым бойынша әрбір істің басын, әрбір көштің басын ер азаматтар бастаған. Бірақ алталаштың басы жиылса төр ұстаздікі дейді. Сол себепті ер азаматтар қарсы болмаса ұстазымызды аялап көркемдетіп, сұлулатып ортаға шақырғанды жөн көріп отырмын. Осы тойымызда Кенжегүл ұстазымыз ашып берсе деп жатқан жайымыз бар. Қолсау қошеметтеп қойыңыздар. Кенжегүл апай келіңіз. Қуаш құтты болсын. Қадірлі болған міне ұстаздық еткен жалықпас елден балаға деп осы өзіңіз дайындаған балапандар бүгін елдің азамат-азаматшалары болып жатыр. Міне көріп қуанып жатырмыз. Ұстазымызды төрге шығарып, құрметін көрсетіп, тәтті тілегімізбен, сіздің тәтті тілегіңізбен осы кешімізді бастасақ деп өзіңізді алдыға шығарып жатқан жайымыз. Кеш құтты болсын. Міне өзіңіз дайындаған балапандарға ақ тілек өзіңізден. Рахмет айналайын. Үйіңіз саласында сіздердің азаматтар жүрсе, әрине бұл отырыс өте жақсы өтеді деп сенемін. Рахмет көп. Кеш жарық құрметті менің енді оқушыларым деп те айта алмаймын, сендерді бәрің үлкен азамат болдыңдар, азаматша болдыңдар. Ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға толтырған үлкен азаматсыңдар. Енді не дейін, бірақ ауыз сөзбен барлық мен тәрбиелеген, мен өсірген, менің ең жаңағы сол елге, дермене елді мекеніне, сонау Тараздың жерінен келін болып түскен жаңағы алтын бесік дейді ғой. Енді қазір сол жерде өстім, өндім, ұл сүйдім, қыз сүйдім. Сол елді мекен маған өте қатты ыстық. Сол елге келін болып түскен кездегі менің ең алғашқы, ең жастық шағымдағы ең алғашқы менің оқушыларым осы менің қазіргі үлкен азамат пен азаматшалар. Мен бұларды 6-шы сыныптан бастап класс жетекші, сынып жетекші болдым, қазір сынып жетекші деді ғой. Бұлардың әрқайсысы маған өте қатты ыстық. Содан мен бұларды бітіргенше сынып жетекші болдым. Енді одан кейін білмеймін, ол кезде осы Шықпатов Шаймерден ағай деген кісі директор болатын ағайымыз, өте жақсы кісі еді, иманды болсын, өте балалар отыр. Сол кісі енді осы класты енді өте ұлдары өте көп болды. Өздері 39 оқушы ма екен, сондай оқушы бітірдіңдер сендер, бір класс болды. Сондай сол өте осылар активный класс болды. Осылармен барлық қызықшылығымды, жастығымды,
осыға деген махаббатымды, осы оқушылармен жұмыс істеген ұстаздық өмірінің ең бір қызықты сәттерін мен осылармен өткізген екенмін, шынын айтсам. Одан кейін де осы сыныпты жақсылап өткізген жібергеннен кейін маған 70-ші жылға берді бір жыл, одан кейін 72-ші жылға берді бір жыл, 74, одан кейін солай бір жыл 2 жылдан болдым сынып жетекші. Бірақ олардың ешқайсысы Ұнамады ма? ұнамаған емес. Бірақ бұлардай болған жоқ. Мен бұлармен экскурсияға барамын. Бұлармен әйтеуір шаршамаймын ешқандай. Бұларға күніге таңертең барып бір кіріп шықпасам мен жүрегім уже басқаша соғып тұратын едім. Енді ерекше жақсы көрдім енді. Шын жүрегімнен енді сұрайып тұрмын, шын айтқанда бұларды. Шын жасап, барлығы жан-жаққа тарап кетті. Қызмет бабыменен сол елде істегендер де болды. Енді сендерді көріп мен марқаямын. Өйткені біреуінен бір сондай бір не дейді бір қоғамға пайдасыз адам көрген жоқпын. Бәрін қоғамға пайдалы, сондай азамат пен азаматшалар болыңдар, биіктен көрініп жатсындар, қызмет істеп жатсындар, әлі де істеп жатсындар қызмет. Мен оған мақтанамын, қуаныштымын. Енді мен ойлаймын енді, жасым биыл 67-ге толдым. Сондағы ең қызықты кезім мен сендермен өткен екен. Енді мен бұдан кейін өзім ойлаймын, мені осы бір жан шақырды ғой, сонда ойлаймын, мен не қылады, енді уже кемпір болдым мен. Басқаша бір нәрсе айтып та қоюым мүмкін, мысалы. Енді осы менің ойлаймын, осы сендермен кездескен енді соңғы, енді құдай сақтасын енді. Бірақ сондай шығарды мен, себебі уже алжи бастаймыз ба енді. Алжыған кездегі ол сендермен ол кездесіп, сондай неменеде қашасың ғой енді ондай кезде. Бірақ енді менің балалық шағымның, жастық шағымның, сол Ильяновмен қол ұстасып келген кездегі ең сол келген ауылым маған өте ыстық, сендер де маған ыстықсыңдар. Ақ жүрегіммен, адал аналық жүрегіммен, аналық махаббатыммен сендерге соны айтып тұрмын, өте ыстықсыңдар. Сендерге не деймін, осындай жұптардың жазылмай араласқандарына өте қатты қуаныштымын. Сендер құлынтайдай жабысып, кішкентайларыңнан бастап бірге болыңдар. Енді қазір өте биіктер жоғарыда жүрсіңдер, өздеріңде ана болыңдар қыздар. Ал енді ұлдардың өздеріңде әке болыңдар, ұл өсір болсыңдар, қыз тәрбиелі болсыңдар. Сондықтан да сендерге ақыл айту ойын артық. Жақсы азамат пен азаматша болған кездегі сендерге ұрысу, ақыл айту деген нәрсе ол ешқандай бір кеге сыймайды. Сондықтан да енді ұлдардың ұяға болсын, қыздардың қияға болсын, жақсы жерге қыз ұзатыңдар, жақсы жерден келін алыңдар, алып жатқан шығасыңдар, ұзатып жатқан шығасыңдар, қуаныштымын. Шақырмай ма? Енді осы шақырғаны жетеді ғой осы маған. Күнделікті көре берсең ол былайша енді не болмайды, әдемі болмайды, сүйкімді болмайды. Не дейміз енді? Дастархандардан тек қана жақсылық жайылсын. Енді ойлап тұрмын, мен де көп нәрсені айтамын дегенмін. Бірақ қазір сендерді әрқайсыңды көргеннен кейін есімнен ауысып, қартайған кемсіп өтесіп тұрмын. Шын айтқанда, оған ай кетпеңдер, кешірім сұраймын, басымды иіп. Кезінде сендер менен кешірім сұрасыңдар, енді мен сендерден кешірім сұраймын, іштен кетпейді. Раман сізге отырайын. Сондай не деймін енді, дендерің сау болсын, сендердің осындай жарқын жүздеріңді көру маған қуаныш. Әдемісіңдер бәрің, әдемі болып сұлуланып кетіпсіңдер. Біреулерің толысып әдемі боласыңдар, біреулерің басқаша әдемі боласыңдар. Өз алдарыңа әрқайсыңда бір әдемілік, сұлулық бар. Сондықтан да сендерді сол тұрмысқа шыққан қыздарымның жігіттері аялағаны көрініп тұр. Ал енді қыздарымыздың жаңағы ұлдарымызға жақсы жар келгеннің белгісі көрініп тұр. Барлықтарында жаңағы нелерің жақсы. Соған көңілім тойып, марқайып тұр. Ойлаймын осы неге шаңыраққа менің ұлдарыма келген келіндердің барлығы менің балаларыма жақсы бір немен қарап, солай жүрген шығар, түрлеріне қарап солай көңілім толып отыр. Не дейміз енді, әр уақытта жақсылықта бас қоса беріңдер. Дендеріңіз салмай қалды, мен де анамын, уже апамын, скоро әше боламын. Сондықтан да менің барлық тілегім перше мұқларына шалынып, тек қана жақсылық көріңдер деген келеді. Сендердің арттарынан осылай жаңағы осындай жағдайға жетіпті, осындай ұл өсіріпті, осындай қызын өйтіп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен деген сияқты тек қана жақсы нәрсені еститін болайын.
естіп келе жатырмын. Рахмет сендерге көп сыйлағандарыңа рахмет, менің еңбегімді бағалағандарыңа рахмет. Бір ата-аналар жиналысы болды. Сол ата-аналар жиналысы мектепте бір үлкен бір неге айналды. Ол жиналыста тек қана ата-аналар болған жоқ. Менің өзімнің бір ойша бір неммен ата-анамен оқушыны қатыстырып жасадым. Енді сол жерде енді кішкене Бұзықтық жасаған ба? жоқ, былайша ата-аналар жиналысы енді. Сол балалардың ата-аналары әлі есімде. Өзімнің қайынатам, бір жанның өшеді папасы. Енді әрқайсысына енді не комментарий беріп жатырмын ғой енді. Сонда айтады, айналайын, келін бірінші рет көріп тұрмын бұндай жиналысты. Мінекей қарашы енді, осыдан кейін қалай сондай балалар оқымайды енді. Кішкене ұялады, ыңғайсызданады. Сөйтіп бір жанға айтады ғой, жабаланып жүрген болу керек. Сен не дейсің? Не дей бересің сен? Неге оқымайсың? Тұр десең саған Алла тұр берді. Бой десең бой берді. Біз енді жағдайын жасап отырмыз. Неге оқымайсың деп кішкене есіне тигізіп жаңағы айтып жатыр ғой. Сол кісі біраз уақытқа шейін әрбір жиналыстарда соны айтып жүрді. Енді ойлаймын, ол жаңағы ұстаздық қызметінде сол балалардың бір жоғарыдан көрінсін, жаңағы келешектер жарқын болсын деген сондай бір ниеті болған шығар деп ойлаймын енді. Енді ондай қыздар өте көп енді, бұлармен болған менің қызықтарым, бұлармен болған жастық шағым, бұлармен бірге өткен менің әрбір күнім, жаңа жазған естеліктерім барлығы енді өте көп. Сондықтан да не дейміз айналайындар, тек қана бақтарыңды тайдырып алмаңдар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңдар. Кеше жаңағы Құран бағыштапсыңдар елге барып, сол Құрандарың қабыл болсын. Енді Құраннан үлкен ешкім жоқ, мен бара алмадым, бір жағдайларым болды. Бірақ үйдегі аталарымды, одан кейін жаңа қайынсіңлерімді, келіндерімді жібердім, барыңдар деп. Сондықтан да үлкен қабыл болсын деп, күйеу баламды. Сондықтан да рахмет, Құрандарың қабыл болсын айналайын. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Еске алып жатқан жаңағы класстастарыңды рахмет, ұмытпай. Өмір деген сондай ғой енді. Өмірдің ағы да болады, қарасы да болады дейді. Бұл өмір жалған дүние дейді, жалған өмір дейді. Бірақ енді соның бәріне мойымай, ойбай бұл өмір жалған екен. Бұл өмір әшейін азғантайдың қамшының сабынтай ғана қысқа екен демей, осылай бір-бірімен араласып, біріңді бірің көріп, балалық шақтарыңды естерге түсіріп тұрғандарың өте жақсы. Өте жақсы. Кеше жаңа сол жерде айтып жатыр, кім ертеңгі солай нені өткізетін деп осындай жоқ. Менің оқушыларым, менің балаларым өткізейін деп жатыр деген сөз маған үлкен мақтаныш болды, шын айтқанда. Рахмет сендерге. Көп жасаңдар, ұстап жасаңдар. Яным, кәдімгі ұстаз екеніңіз дәлелдеп 45 метр деген болды. Апайымызға қол соғып қошемет деп қояйық. Барлық қызықтарды есте түсіріп жатыр ғой. Бірақ апа, сіз мен қартайдым деп өтірік айтып едіңіз. Сіз қартайсаңыз, біз вообще уже жақында қалыппыз ғой. Мына қандай жас сақталған, мына оқушыларыңыз сізді шашыңызға қарап тұрған сияқты ғой. Шашымда артқан жоқ, бұлар мені өте қатты сыйлады, мен бұларды жақсы көрдім солай. Әрқайсының еркелігін көтердім, ішкі жан дүниесін үңілуге тырыстым. Жаңағы кешегі өмірден өткен әбішкүр кішкене бұзықтау болған екісің. Сонда осы Гүлмира Бақытгүл жылап келеді. Апай, әбішкүр түшіп келмей жатыр, әбішкүр түшіп келмеді. Сол әбішкүр саған неге түшіп келмейді осы? Жүрші дейді ғой. Сөйтіп кеңсенің алдына келіп тұратын еді. Сондайлар болады енді арасында білген саған. Әсіресе сәкен мен ұмытып. Иә. Айбалдай ондай дене бермегенші дейді. Тамаша, енді 90 сусар тон беріп, 90 қаранан берген текті қазақтың ұрпағымыз. Сол тектілікті дәріптеп, өзіңізге деген кішкентай біздің сый-сияпатымыз, шапқыншылығымыз бар, қабыл алыңыз. Ардақты апайымызға қол соғып қошемет деп қояйық. Абай, сол мектепте директор болдыңыз ба еще? Бәсе, неғып жас сақталған десем, айлығыңыз мощный болған сияқты ғой. Әрине, апайымызды есірткі сүртке түсіп қой? Киіндіріп шешіндіріп алсақ, есірткі сөйлесіз? Бір есірткі сүртке сұғансыз? Кешегі сізде отчет қой ертең, бердің ба, бердің деген. Есірткі сүртке сұға, одан кейін алты бұл төріне жайғастырайық. Қошемет! Thank you.
Мен енді үрдіс бойынша тағы да бір сыйлығымызды, тағы да бір көңілді столды іздеп, сол көңілді столға табыстағым келіп тұр. Қай стол қатты көңілді? Көшеде көріп қалсаң, мына екісін бұлдай деп ойламайсың ғой, тамаша, жаңа көкем столдың үстіне шығып еңбектенді ғой, еңбегі бар деп ойлаймын. Сізге табыстап қояйыншы. Осы қолға, болса көршімен деп қойыңыздар. Енді бізге байқасаңыздар, көптеген сый-сияпаттар бар, осыдағы әрбір жандарға табыстап отыратын боламыз. Енді алғашқы кішкене сөйлеп бір жиналыс сияқты емес, күнде тойда жүрміз ғой, сөйлеп жүрміз. Бірақ бүгін арасында ойын күлкі жасап отырайық деген мақсатымыз бар. Мен қазір сый-сияпаттар табыстайтын боламын. Осында кейбір жандарды айтамын, сондай жандар болса, мен сыйлықты табыстап отырамын. Келістік па? Араларыңызда 5 бала, одан көп бала тапқан 6 қыздақты ана бар ма? Осы күнге дейін 5 бала үлгермедіңіздер ме әлі? 5 баладан жоғары кім бар? Келіңіз. Тағы бар. Кедемесін 15 бала білмеймін ғой енді кімнің желаниясы қандай болған білмеймін ғой 5 баладан жоғары дұрыс қой 5 баласы бар болса болады келіңіздер шабалақ болса қошемет деп қойын шүкір, 4 еркек үйде болған болып тұр ғой сонда. Тағандары білмеймін, тұмат менен шықпады екен. Так, танысайық, есіміңіз? Мейрамкүл. Мейрамкүл. Қанша жыл болды танысқаныңызға? Ойбай, мына кісіде туған ба? Жоқ, бір жан болды, аяқтағы бәрін санап ортасын қайнап. Ақтағы не деген дұрсын? Сәл самнені ұстап қойған ше? Так, қанша жыл болды танысқаныңызға? Мен құда қаласа 40 жыл болады. 40 жыл? Өтірік соқпаңыз, мектепті бітірмей дегендеріңіз ба? Естіңіз? 40 жылдық кездесу болады. Сол кезде болып кетті ма? Яналарда болады. Бәсе, қанша бала шаға? 5. 5 баланың анасы, қошемет бар ма? Есіміңіз? Күнсұлу. Күнсұлу. Отандасқаныңызға? 38 жыл. Сізден 2 жыл кейін не қареген да өзі? Құдайдың берген? 5 бала шаға. Класстастар келісіп туғастыр ма? Не істеместір өз? 5 баладан астырмаймыз қыздар деп. Есіңіз? Гүлсара. Қанша жыл болды? Мен негізі осы 69-лардың ішінде ең бірінші тұрмысқа шыққан қызым. Ал менен кейін шыққан. Ойбай. Соны таласып тұрайын тізіңді. Так, сіздікі де 40 жыл ма примерно? 39 жыл. Міне, честно айтып жатыр. Ай, не болды? Аяқ астынан бала туылды ма, не болды? Тамаша. Құдайдың берген? 5. 5? Айттым ғой, бұл класстастар келісіп алған. Есіміңіз? Зоя. Қанша жыл болды? 35 жыл болды. 35 жыл, свежий, да, такой? Енді аналар 38 ғой. Құдайдың берген? 5. 5 ма? Мектеп бітіріп жатқанда 5-ден асып ойымыз дегенсіздер ма? Есіміңіз? Күләшан. Кім боламыз? Сыныптасың келіншегі. Құдай қаласа сіз өндірген шығарсыз енді қантем. Класстастар 5-ден асырмай келісіп апты. Құдайдың берген? 5. Жаным, сізде акцияға кіріп кетіпсіз ғой? Есіміңіз? Ләйла. Сіз де келіншексіз. Қанша жыл болды? 34 жыл. 34 жыл. Құдайдың берген? 5 баласы. 5 бала. Жаным, стандарт деген ғой бәрі. 5 баланы алтын құрсақты аналарымызға қосып қошеметтеп сыйлық ұсынсам бола ма? Лайық қой. Тамаша. Қошемет құрметтеріңіз. 5 баланың аналары
қызығын, шыжығын көріп жүре беріңіздер. Алтын құрсақтан аналарым заман болсын, қоса қошемет деп қояйық. Рахмет. Жайғаса беріңіздер болады. Енді қонақтардың ішінде осындай бір қонақтарымыз бар ма? Әйеліне адал, әйелінің көзіне шөп сап көрмеген, ұрсып көрмеген, айқайлап көрмеген, әйелі десе өліп қалатын жанашыр еркек бар ма? Шапала! Сіз ба? Молодец, поддержка бар ма? Сіз әйеліңіздің көзіне мүлде шөп салмағасыз. Иә? Мен сізді бір жерде көрген сияқтымын аға. Мен үйде жеңшенің көзінше шығармаймын. Қойыңызшы, қанша жыл болды? 36 жыл. 36 жыл бір әйелмен? Молодец. Мүлде әйеліңізге ұрыспағансыз. Оқтамағансыз. Наоборот, сіз ұрсама. Шабалап қойыңыздар. Так, мүлде әйеліңіз қайда? Қайда? Солай болды ма? Шынымен ұрысқаны ма? Дауыс көзі ме? Скучный емес па? Тамаша. О, есіміңіз? Бағдат. Кімбіз? Класстас па? Иә, класстас. Тамаша, қанша жыл болды? 32. 32 жылда. Мүлде ұрысқан жоқсыз? Жоқ. Мүлде? Жоқ. Оқтамадыңыз? Жоқ, мен осы оқтамаймын. Қойыңызшы. Бірақ өлерден ашуын боқтағыр. Боқтап саған жараспайды екен дейді. Бір рет боқтап көрдіңіз ғой? Басқа бір зат екеу ашуын орнына шығып қойды да. Басқа зат. Содан кейін боқтамайтындай болып қалдыңыз ғой өзіңіз. Тамаша. Әйеліңіз қайда? Ішінде сондай болды ма? Бір рет көзіңізге шөп салады ма? Саған жоқ? Сіз қайдан білесіз қай хабар жүрген? Қай хабар жүрген қайдан білесіз? Шөп саламыз ба? Тамаша. Біздің адал ер азаматтар аман болсын деп қол соғып қошеметтеп қояйықшы. Осындай ер азаматтарымыз көп болсын. Жан, сіз енді жешек түріне қарасам ұрсамайды да сияқтысыз ғой. Тамаша, қол соғып қошеметтеп. Сіз бердіңіз ба? Осы арасында боқтап қойған екен. Сол құрметті. Шапалақ қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Адал ер азаматтар аман болсын. Енді осы қонақтардың ішінде мынандай бір кісі бар ма? Наоборот, әйелінен зәбір көріп жүрген, қорлық көріп айтамай жүрген. Бәрі мына кісі қайдан шығып жатыр? Кім бар? Жаным келесіздер? Қошемет, құрмет жасап қояйықшы. Әйелінен зәбір көріп жүрген, қорлық көріп жүрген. Поддержка! Рахмет. Мынандай движение істей бергеннен кейін любой әйелді қорлайтын сияқты ғой. Тамаша. Есіміңіз? Марат. Қанша жыл болды? 34. Точно білмейді ғой кісі? Сәбір көре бергеннен неше жыл екен ұмытып қалған ғой бәрі. Ұмыттырып жібереді ғой. 34 жылдан бері ұрама. Үйбай жаным-ай. Сонда да түр бермейді екенсі? Жан, молодец. Келіншегіңіз осында ма? Қайсы? Сіз ба? Неге олай жасадыңыз? Әбжәптер еркекті неге олай қорладыңыз? Сіз заң алдында жауап бересіз. Құрметті достар, бүгін студиямызға әйелінен 34 жылдан бері зәбір көрген ер азамат келіп отыр. Қолдан келгенше осы жігітке қол көмектеріңізді беріп жүрсеңіздер, төмендегі Каспий-Голд нөміріне қарекет қор деп шығарып. Бүгін кешімізді көтеріп жатқан зылдастарыңызға қол соғып қошемет Мәкеңе. Қолдау күтеміз. Жүдау болса лайк басыңыздар. Ойбай жаным, мынау шынымен зәбір көріп жүрген сияқты. Әрине әзілдеп отыр. Шапалақ қол соғып қошеметтеріңіз. Іш пыстырмайтын еркек екен өзі. Тамаша. Осындай
сәлемші. Тамаша, енді қонақтарымыздың ішінде мүлде өмірінде кредит алып көрмеген қонақ бар ма? Мүлде өмірінде кредит алып көрмеген. Историясы тап-таза, свежий. Бар ма? Сіз бақ келіңіз. Қошемет құрмет жасаңыз, келіңіз. Поддержка! Қошемет! Рахмет. Рахат әттірлер, мүлде кредит алмаған. Есіміңіз? Сабақ болды. Кредитіңіз жоқ па? Жоқ. Мүлде алмағыз. Тап-таза. Тап-таза. Жәнем. 28-29 деген число білмейді бұлар, Тамаша. Есіміңіз? Гүлзада. Гүлзада. Кредит мүлде алмағыз. Алмағанмын, түсінбеймін да ол нәрсені. Түсінбейіңіз, не қыласыз түсініп. Түсінсеңіз түріңіз мен сияқты болып кетеді сіздің. Мына кредит алмағанда сенесің бе? Барлық жері алтын, әдемі, тамаша. Кредиттеріңіз точно жоқ қой. Жан, тамаша. Қосыл қошемет апа. Әрбір қазақтың шаңырағында осылай кредитсіз күндер бола берсін. Енді сіздердің құрметтеріңізге подарок берейін десек, кредит жоқ адамдар мынандай мұқтаж емес шығар деп ойлап отырмын. Рас па? Мұқтаж емес қой бұлар. Сонда да дәметіп тұрған сияқты мақалай өзі. Бір ексені беріп қояйықшы, ексені ұсынып қояйықшы. Әрине, әзілден шапалақ болса қошеметтеріңіз. Тамаша, кредитсіз осылай күндер көп болсын! Тамаша. Енді біздің қонақтардың ішінде енді мынадай қонақ бар ма? Наоборот, кредиттен кредит, займнан займ, черныйдың черныйына кіріп кеткен адам бар ма? Қайда өз еркімен шықсын, көрейікші. Жаным шапалақ. Түрлері кредиті жоқ адам ақсап жүр ғой. Мә, бәле екі кісіге қарағанда мына екеуінің өмірі балдай ғой, Банк пен банкты қан қақсатып. Есіміңіз? Ана. Кім боламыз? Келіншек болады кластастар. Кластастардың келіншегі. Кімнің келіншегісіз? Нахипов Талғат. Нахипов Талғат қайда? Кредитке кіргізген екен болған екен ғой, кішкене болған дейін болсын. Баяғыда жайлы ма? Шабалақ болса қошеметтеріңіз, жаным. Күйеуіне вообще қарамай өзіне қарай беретін мынақсын. Тамаша. Есіміңіз? Жаңа. Кім боламыз? Кімнің? Бағдаттың келіншегі. Бағдаттың келіншегі, Бағдат деген қайсы? Жаңағы ма? Ұсамайтын? Ұсамайтын кредитке тағайын қыз дейсің ғой. Тамаша болса қошемет деп қойыңыздар. Мүлде кредит жоқ екеумізде де, кредитке кірген. Алтын бәрі кредитке алғансыз ба? Тамаша, бұл кісілер кредитке алып, өздері бір сыйлық таңдап алсыншы, бола ма? Өз еркімен таңдап алсыншы. Давайте, любой таңдаңыз қайсысы? Бұған сізге одобрение шықпады. Одобрение шықпады бұған. Енді қайтем одобрение. Берейін ба? Одобрение шықпай тұр бұра. Енді артынан көреміз да, молодец, шапалақ. Сіз қайсысын таңдайсыз? Рахмет. Айтқандарыңыз. Маған одобрение шығып тұр сізге бірақ. 100%. Не, білмеймін. Тағы не бар? Қайсысын аласыз? Өз таңдасын. Өз таңдасыншы, өз таңдасыншы. Кешеп таңда. Кредитке өңелеміз. Жаңа күйеуін дейтін кредитті ойнап тұр. Арызбай таңдаңыз. Қошемет соқпа! Бұл кредитім бар деп жүрген жоқ кәдімгідей. Мал таңдап деген. Және қайсы?
шашы өсіп кеткен десең ойнайды. Шапалақ болса қошеметтеп қойыңыздар. Бұл кішкене көңіл көтеру мақсатында жасалған болатын. Әзілдеп жатырмыз, ойнап жатырмыз, арасында осылай әзілдеріміз, ойындарымыз, сесиябатарымыз табысталады. Енді баршаларыңызға осы кеш құтты болсын. Ертең 50 жылдық 60 жылдықта жолға берейік дейтін жандар 10 қол жоғары көтерейікші. 10 қол жоғары көтеріп, 5 саусағымызды істетіп көрейікші. 5 саусағымыз қол істеп тұрма. Енді столға медленно қояйықшы. Сіздердің 5 саусақтарыңыз 5 қылмақ жерге дайын ба? Олай болса біздің алғашқы асымыз бізде дайын. Атырауға арпасын жеген, тұқылардан көрші жеген, бейбік витамин жүрді маған. Сіздерден басқа ешбір қонақтың алдына қоймағаны жоқыны келді. Верховный завтрак не обед, это китайский бешпакет, это реальный казахский нет. Почему шоколад нет? Нет! Сөйтсем ана құрметтіп берейік дейді. Сөйтсем ана тамақты бүйтіп құрметтеп беріп отыр екен. Ана жылқы бишені бір кезінде ондай құрмет көрмеді ме кім біледі енді. Сіздің алдарыңызға құрмет етіп қойып жатырмыз. Енді ет берген кезде қасқырда және қазақты мазалауға болмайды екен. Сол себепті алдарыңыздағы асқа дәмге қарап отырсаңыздар, мен бір ән айтып берсем бе деп отырмын. Мен ән айтып берсем. Мен енді ши Димаш Құдайберген сияқты әнші емеспін. Әлде бір қырлаған дауысымыз бар. Ұнатпай қалсаңыздар құлақ жауы болды. Ұнатып қалсаңыздар тыңдауға болады. Сіздер құрметтеріңізге вальс деген нәрсе ән болып тұрып, ауыздарыңыздан дәл құлақтарыңыз керемет әнде болсын деді қанекей.
кетіп басталады көп нәрсе деп ойлаймын. Әрине әзілдесіп жатырмыз ғой, болса қошеметтеп отырайық, баршаларыңызға астарыңыз дәмді болсын дейміз. Енді менің жұмысым трекинг болғаннан кейін арасында трек ниетімді ең қымбатты қадірлі қонақтарымызды бөле-бөле шақырып тұрмыз. Осында енді келесі тректің төріне осында класстастардан қазір сырттан келген, сыртта жүрген балдардан бір қонақтар ғой деп сол кісілерден бастағанды жөн көріп отырмыз. Сол класстастардан аттарын атап түсіріп істейіп сол кісілер ортаға шықса, Сәкен ағамыз бастаған, Біржан ағамыз, Талғат аға, Ғалымжан ағамызбен және Мөлдір әпкеміз бар болатын болса, сол кісілермен ортаға шақырайық. Тәтті тілектерін тыңдайық. Келіңіздер, қуанышты болсын. Болғаннан бір-бірлеріне түрі ұқсап кеткен міне ол кісілердің қош келдіңіздер, қуаныш құтты болсын дейміз. Мөлдір әпкеміз қайдасыз? Сіз Мөлдір екеніңізді білесіз ғой өзіңіздің негізі? Тамаша. Дұрыс та білмей қалады ғой кейбір адам. Ал Төртеуі де пенсионер. Төртеуі де пенсионер? Неғып айттыңыз оны? Сіздердің пенсияға шыққандарыңыз көре алмай отырмыз ғой десе ойнайтын. Әрине әзілдесіп жатырмыз ғой. Қыз баладан бастасақ деп жатыр жігіттер. Кесейші, арт ішінде бір бел айып шығады сізді. Жанам, бұл кісі әйтеуір осы кесті ұйымдастырып, атсалысып, тамаша бір болса қошеметтеп қойыңыздар. Мөлдір әпкеміз де барынша атсалысып жатыр. Міне өздеріңізден алғашқы тілекті тыңдайық деп жатқан жайымыз бар. Міне алтын көш қалай жүрсе соған ереді деген бар. Сол көшті бастап өздеріңіз келген екен. Қазір алғашқы би алаңын жандыратын өздеріңізсіздер. Кешті бастайтын өздеріңіз болып тұрсыздар. Сол себепті арпшында бір бидай осы топқа қосыпсыз. Келіңіз, өзіңізден тәтті тілек болса. Біріншіден Қазбек бауырыма рахмет. Тамаша өтіп жатыр деп ойлаймын. Аллаға шүкір, осы кешіміз 40 жылдық барлық мінекей сыныптастардың осылай дастархан басында жүздеріңді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Біріншіден алғаш мінекей Кенжегүл апайымыз қандай тамаша ортамызда әдемі болып отырсыз. Бұл да бір көңіл толтырарлық жағдай. Ортамызда бар болып, батаңызды беріп отқаныңыздың өзі бізге үлкен мәртебе. Кенжегүл апай. Мотивация, дұрыс айтасың, мотивация. Рахмет. Айтқым келгені Аллаға шүкір, Алланың қалауымен 10 мамыр 26 жылы біздің 40 жылдық кездесуіміздің мінекей дастарханын дәм татып бас қосуға Аллам осы бүгінді нәсіп еткен екен. Қандай тамаша, қуаныштымын сіздерді көргеніме. Осындай сыйластығымыз ғұмырлы болсын, қатарымыз азаймасын. Алла қаласа, мен санап отырсам ше негізі мектеп табалдырығын аттағанымызға 50 жыл болады екен. Келісесіздер ма? Ал мектеп табалдырығын бітіріп, жаңағы өмірлік жол қадам бастағанына 40 жыл болады екен. 2 юбилей болып тұр ғой. 3-ші юбилей, Аллаға шүкір, мінекей жаңағы жақсы адамның қуанышы бірге жүреді деп, мінекей Ғалымжан құрдасымыздың бүгін туған күні. Сағат 12-ден кейін. Жалғастырамыз. Бәрімізге тек қана денсаулық тілеймін. Ең басты зор байлық, отбасыларыңызда амандық,
де ұл қыз өсіріп отырмыз. Тек қана солардың қызық қуанышын көрейік. Осындай сыйластығымыз ғұмырлы болсын. Осындай жақсы кездесуіміз, бас қосуымыз, басымыз аман, деніміз сау жалғаса берсін. 45 жыл, 50 жыл, 60 жыл. Алланың беруіне, Алла жақсылығын ынтымағын беріп, тек қана жақсы күндерде жақсылықта бас қоса берейік. Көп нәрсе ойында бар еді, негізі білмеймін қазір. Кішкене қобалжып тұр, қобалжып. Иә, толқып тұр. Негізі осы 40 жылдықты Алланың қалауымен бас қосу, жаңағы организатор деймін ба, Біржан маған ұсынған еді, осы сыныптастарым. Басында кішкене не болды, қалай айтсам болды? Қатты болды. Иә, қатты болды, қазір тәтті болды деймін ба? Аллаға шүкір, оның нәтижесі мінекей, Аллаға шүкір. Кешелі бері жақсы, Аллаға шүкір, ауылға барып Құран оқытып, Құран бағышта бас беріп, жаңағы мұғалімдеріміздің алғысын, батасын алып жатырмыз. Бүгін жалғасын тауып жатыр мінекей. Кенжегүл апай, сізге айтқым келіп отырғаны, Аллаға шүкір, жаңа өзіңіз айтқандай бізге қаншама көптеген жаңағы өзіңіздің жақсы тәрбиеңізді бердіңіз бізге. Бір негізі есіме түсіп отыр, біз 9-шы класста болу керек, 8-ші класста мынау мамандық таңдау кезінде бәріміз керемет дайындалып едік пе, есіңізде ма? Бәріміз де естеріңізде шығар сол. Сол кезде әрқайсымызға сол мамандық бойынша жаңағыдай спецформаларды киіп, кәдімгідей керемет дайындық болған, керемет көрініс көрсетеміз. Кімнің есінде? Менің. Бәрекелді Зоя. Зоя ғана болған Иә, көптеген жақсы қызықтар өтті, Аллаға шүкір. Содан бері мінекей 4-ші 10 жылдығымызды бас қосып тойлап жатырмыз. Бұл да бір біздің жаңағы Кенжегүл апайымыздың берген тәрбиесі, тәлімі, соның нәтижесі мінекей. Бәріміз ұйымшылдықпен, ынтымақ берекеміз жаңағы ғұмырлы болсын. Тек қана жақсы, қуанышта, қызықта бас қоса берейік. Мұнда жаңағы сыныптастарымыздың келіншектеріне қыздар өте ризамын. Айгүл, Анара, Күлайша, Ләйла, Гүлзира, Сәуле, Кенжегүл, Назипа, Гүлзира, бәріңізге рахмет. Қандай не болмасын, біз ауылға келгенге үнемі сіздер қарсы алып, үнемі қыздарды жоғары шығарып, қолдап, күтіп жатасыздар. Өте ризамын. Себебі Кенжегүл апай айтпақшы, біздің ұлдар өте қалыңдық таңдаудан жалғыспаған деймін ба, қалай? Рахмет сіздерге. Бағанадан таңертеңнен бері жаңағы серуендеп жүрдік қой, сол кезде Айгүл менен Сәуле, Анара үшеуі өте жақсы бізге қолдау жасады. Өте ризамын. Одан кейін күйеу балалар да келіп отыр, қолдап. Бәрімізге ризамын. Жаңағы айтатын сөз ғой, енді жалғасын ары қарай айта береміз. Көп сөйлеп кетсем, кешіріңіздер. Сәкен саған ары қарай қалған сөзін тағы айта береміз. Кеш жарық, действительно, мөлдір қызымыз айтқанда эмоция уже переливает, айтатын сөзімнен неміз жетпей тұр енді. Сәл аса көзіме жас келейін деп тұр енді. Құрметті менің құрдастарым, 69-дарым, бауырларым, класстастарым. Мен бірінші осы мөлдір айтып өтті ғой. Осы 69-дарынан қыздардың олардан Кенжегүл апайымызға рахметімді айттым еді десең, өмірлік жолымызда енді алғашқы немізді жүрегімізге қондырған, түсіндіріп, тура жолды көрсеткен, осы мен Кенжегүл апайым деп есептеймін. Бағанда әмірімді шет жағасын айтып қалды ғой. Мынау кешеден бері бірінші алғанның әмірі, екінші осы 6-7 айдан бері өзіміздің негізі адам өмірге пенде болып келгесін айтып жүретін
жүрегінде айтпай жүретін армандар болып, сол көп арманымыздың бірі биыл аман есен 40 жылдықта ұл қыздарымыз бас қосып бір қауышайық, көрісейік. Біздікі бұнда той емес, отырыс емес, енді той күнде отырып қазақтың тойы бітпейді. Бұл жерде бас қосып бір-бірімізді енді жас шақтағы өміріміз бірге өткізген жігіт қыздарымыз ғой енді. Кейін жан-жаққа кеткесін өмірдің есімен кеттік қой енді. Мынау мен действительно осы мөлдір қызымызға үлкен алғысым шексіз. Күніммен де түніммен де ұйықтамай переживать етіп, қанша нелер болды, қанша енді бір іс-шараның дайындағасын, ішінде айқайда болды, шуда болды, реніш те болды, группамыздан шығып та кеттік, қайтып көрдік содан кейін. Мынау кешеден бері үлкен іс-шара болды. Кешеде айтып өттік қой, көл разы болмайды, тырбаймайды деп. Мынау ауылдағы менің құрдастарыма, класстастарыма, ұл қыздарыма өте рахмет. Мен басым деймін, сәлем салам деп айтпай қой, енді басым деймін, рахмет. Керемет болды кеше. Енді бүгінгі іс-шара таңертеңнен бері біраз жалғастырды. Таңертең бәріңіз көрдіңіздер. Алланың нұры жауып, жаңбырдың астында ой біраз қол ұстасып жүрдік. Ал қыздар, ұлдар, енді сіздерге тілерім. Бәріміз Құдай қаласа ұлы қыз өсіріп отырып, алдымыз немере сүйіп отырып, сол немерелеріміз сіздерге шөбере көрсеттін, сол шөберелер тірек болсын, шөберенің қолынан су ішіп, май жеңіздер. Біздің мынау сыйластығымыз, сіз-біздігіміз керемет енді. Біз еркек болғасын, әйел қыз болғасын, әрқайсымыздың өзінің дос-жаранымыз болады, жор-жоқасымыз болады, туған туысқандарымыз болады, коллегаларымыз болады. Бірақ мынау класстастық сіз-біздіктерін өте керемет қойды. Бір-біріміздің сыртымызды білеміз, әрі бастамайды. Әміржан міне Марат екеуі бастаса, біз кейін жалғастыра береміз. Бәріңе жақсылық, қуаныш, тойлы жолға. Мына жерде отырып, ұлдар бәріміз ертеңде 50 жыл, 10 жыл ұзақта болады екен, 45 жылда ертең осы аман есен бітіріп алсақ, дайын күннен бастап бастайық дедім. 45 жылдыққа дайындықта да дөтемде келіп қалады екен. Мына эмоциядан біраз сөздерді ұмытып қалдым, айып етпестер. Әлі де айтамыз. Ғалымжан бауырым, жақсы адамның екі қуанышы бірдей болады. Туылған күнің құтты болсын. Мынау әкем айттыңыз. Бүгін Ғалекенің туған күні екен. Шапалақ соғып қойыңыз. Арнайы осындай керемет күнде, керемет сәтте баршаңыздың алдыңызда туған күн тойлап жатырмыз. Және інісі мен келіні соған тосын сый жасап, бүгін туған күніне арнайы тәтті тағам торт әкеп жатыр екен. Ғалекен құттықтап болсын, қошеметтеп қояйық. Туған күн құтты болсын. Інісі мен келіннің фантазиясын қарасаңыздар, тура өзі ұқсаған торт істеп әкепті. Әдемі, тамаша. Туған күніңіз құтты болсын. Достар, айқай шу қойды! Келіншегімен бірге, қандай керемет. Давай екеуін үйлену тойын істеп тастаймыз десің. Міне қандай әдемі көркем, бір есерке сөзге шығарыңыздар, шапалақ болса қошеметтеп қойыңыздар. Мынау екінің бірінде қайтала бермейтін қос қуаныш қой, қос дүниең қабат болсын, екінің қос тойың қабат болсын дейді. Тамаша. Тамаша. Поздравить етем дей ма? Жаңа класстастар қоя тұрыңдар. Кім? Біраз тез, брат. Неқта көпшілік отыр. Болды. Кешер, құрметті қонақтар, құрметті 40 жыл бұрын мектеп бітірген түлек аға, жеңге, әпкелер. Құтты болсын бүгінгі кештеріңіз, керемет өтсін. Менің ағамның көңілі қандай екен білем, тура сол кісінің көңілінде кеш болса, өте керемет кеш болады да сенімдімін. Ғалеке, туған күніңіз құтты болсын. Құдай қаласа, біздің алдымызда ағамыз болып, әкеміз болып, сенеріміз болып, жүре беріңізді жеңше екеуіңіз. Құттықтаймын. Той құтты болсын, туған күн құтты болсын. Біздің арнайы туған күн кешінде сый-сияпатымыз бар.
жинамай ақ қоя салу керек еді сіздер десең ойнайтын. Шабалақ болса қошемет қойыңыздар, туған құтты болсын дейміз. Келіңіздер ортаға. Тілегімізді жалғастырайық, біздің тойымыз болады негізі. Қайтыңыздар. Ақша болса сап жібересіздер, Каспий Голд айтып жіберемін. Жақсы. Інісіне бір қол соғып қошемет қойыңыздар. Одан кейін енді жолымыз бойынша қайсымыз едік? Астана ма, Алматы ма? Білмеймін, қайсысы объемға қараймыз ба или қалай? Объемға қарамайды екенбіз, келіңіз. Ассалаумағалейкум, састар қалайсыңдар? Туған күн құтты болсын бірінші. Ал, ары қарай жалғастырайық. Ал қыздар, класстастар, осы отырысты бір жыл күттік қойын әрем жеттік болсын. Өстіп, құда қаласа тағы 45 жылдықта отырайық. Әрқайсымыздың тойды уақытымызда жол, қызықшылығымызда жүре берейік. Жақсылық болсын, той болсын, тек қана осындай тастақамыз әрқашанда жақсылықта жайылсын. Не көп сөйлей алмаймын. Тек қана жақсылық деген барлықтарым. Бақытты болыңдар. Үлкен рахмет. Одан кейін Ғалекеңге келіңіз. Біржан ба, қайсысы? Ғалымжан базар етеді ғой. Ғалымжан базар етеді дейді ғой. Онысына шашақ келіңіз. Ал, мынау сыныптастар қадірлі апайымыз. Бұл кісі негізінен жеңшем. Не только мен осы жерде бірнеше жігіттің жеңгесі апайымыз. Бірақ мектепте мұғалім болғаны келіп біз апайдан жүргіміз кетіп қалған. Антак жеңгеміз. Бір ауыз сөзімізді жерге тастамай осында келіп отырғанымыз өзі қандай ғанибет, қандай қуаныш. Үлкен рахмет. Қала мен Күләйшаға да рахмет. Күләйша қалан, сендерге де рахмет. Бір ауыз сөзімізді жасып тастамай осы жерге келіп ортада отқандарға үлкен рахмет. Сыныптастарымыз еске алып кешегі осы жылдық болады деп атсалысып ең басын бастап жүрген Тәкең Алматыдан келе алмай қалам ба, кешігіп қалам ба деп бұл жаздан бастады ғой өзі. Сол 9 ай деп жатыр қыздар жігіттер. Рахмет үлкен барлығына да бас қосып жатырмыз, аман есен көргенімізге Құдайға шүкір әрқайсымыз. Барлығыңыздан жанұяларыңызда бақ береке болсын, әрқайсыңыздың тапқан табыстарыңыз берекелі болып, жанұяларыңызға жақсылық бола берсін. Ғалымжан туған күнің құтты болсын. Жаңағындай не дейді қазақта реңіне жүз ұстай дей ма деп, сондай сияқты өзің денеңе жаңа жүрегіңде сондай аңқылдап, елпілдеп қосылғалы қандай мотивация беріп жатсын. Үлкен рахмет, әрдайым осылай болайық. Барлығымыз осылай болайық. Бәріне үлкен рахмет. Бүгінгі отырыс керемет басталып жатыр, Құда қаласа. Осы жерде жүреді бұл жаңағы айтып кетті Қазыбек. Пәленбай тамаданың ішінде жүреді бәрі бір дауысын Қазыбек деп таңдап, рахметтен жаңағыдан бәрі құламаса болады. Қазыбекті жақсы таңдап бізді. Рахмет Қазыбек. Жақсы, бәрімізге үлкен жетістік тілеймін. Әрбір жаныңызда жақсылық болсын. Жаным, рахмет. Адамды қуантып қойған емес. Қолсап қошемет деп қойыңыздар. Мен мақтаған адам жақсы көремін деп білем ғой. Көксін сіз болады. Құттықтай, сосын бірдеңе береді деген үшті. Жоқ, сіз кейін сөйлейсіз ба? Бірдеңе бересіз ба? Туған күнде әшейін құттықтай саласыз ба? Сен ойнайтам. Қолсап қошемет деп қойыңыздар. Бүгін әрі туған күн иесі және бүгінгі кештің керемет қонағы Ғалекеңе бір қошемет деп қояйық. Тәтті тілегін тыңдайық. Келіңіз. Ой, рахмет асаба Қазеке. Алла разы болсын. Ал, ассалаумағалейкум класстастар. Құрметті де қадірлі мынау кішкентайынан жігіт болып, есімді біліп, оңды сол тани бастағанда 5-ші класста келіп әкемнің қызымен тауысумен. Маған дермені өте ыстық. 5 жыл оқыдым, 3 жыл оқыдым. 5, 6, 7, 8, 4 жыл оқыған. 4 жылдың ішінде менің әсерім өте керемет болды. Сояқтан өстік, өндік. Менің былай айтқанда класстастарым жүзе көп. Артөбеге түсіп кете бергесін өтіп кетіп білем. Сондықтан бұл дермендегі класстастарым өте
орны бөлек, олар өте мен үшін қымбат. Мен арыста класстастарыма айтамын ғой, мен біліп алайын, сендер қоя тұрыңдар, мен аяқты біліп алайын, сонымен бір апта ары бері қылыңыз, постоянно сөйтіп айтамын. Сөйтіп өткенде балдарыңыз қандайда, ғалым не болады, дермене класстастарым, дермене жынжып жұртады, үндемейді деп қоямын. Бір жыл бұрын айтып кеткен мен өмірмен серікке базарда тоқтап, машинеден амандасып, өмір серік, 40 жылдық не болады, мені ұмытып кетпеңдер, маған бір ауыз звонок берсеңдер, мен келемін. Дегенде болды деген сөйтсем, ол екеуі айналып жүрген, қашып жүрген адамдар екен ғой, негізі бұл. 40 жылдық. Иә, бір жан айтады, сұрайтын адам тауысын сен деп, мен қаяқтан білейін. Мынау өмір, мынау Әбшүр марқұм өмірден өткенде ағамыз қандай, Ғалымжан жолдасын қайтыс болды, өмірден өтті, класстастарым айтып жатыр деп. Сонымен ыңғайсыз болып қалды, бір түрлі болып қалды, өзім ауыр ниетім да. Сонымен арыз деп, Осман, мен айттым, балдарыңыздан ат беріңіздерші, біздің класстың бір балдардың телефонын тауып берші, мен телефон таппай жатырмын. Десем, сразу тауып бер, звонда Османға сөйлессем, Осман айтады, Айдеу, 40 жыл қашан басталып кеткені, сен арыздеріңізді таппай жатыр дейді ғой. Мен таппай жатқан емес, мен бір елге көшіп кеткен жоқпын, онда 700 километр көп болса сөйлеп жүрмін ғой. Арысқа аптасына кейде келіп кетемін, кейде айтып қой көп қой қазір. Сөйтіп Османға ренжіп жатырмын ғой, қосыңдар мені, қосыңдар деп. Сөйтіп шатқа қосып, балдардың, қыздардың дауысын естіп, қауышып өте керемет шын әсер алып отырмын. Рахмет. Кенжегүл апай жешетін деп қалдым ғой. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Сыйлап уақытыңызды, алтын уақытыңызды бөліп осы ортамызға келген. Біз сізді білеміз. Айтып отырсыз ғой, кісі бүйтіп отырып, келіншек кезінде келген екен, жас қайнап тұрған кезі ғой, енді ағамыздың артынан қолына ұстап келген, семья құрып, уақыттан басынап жүргенде біз жол тұрған аяқтан жастар. Бізде оңып тұрған адам емес біз негізі, біз жатып қой енді. Бір күн сабаққа бармай қалсам, ет көмел жүріпті. Сөйтсем мен Амыржан, Барақ, Бекен өте келдім. Ал сол балдар бөліп, мынау жігіттер бәрі бөліп, бөлеп жүріп қой енді баламыз ғой. Бірақ неге сол көп күнде не әңгіме бар, бүгін шығарып былай істеп отырмын. Шынымен айтайын, анау 30 жылдық жасаған уақытта Кенжегүл апай деп бәрі айтады. Мен Кенжегүл апай дейміз, Сарапаны болса, сен жаса Сарапаға қабылдамаған дейміз ғой, мен оны айтып жүрген. Бірақ бәрі, иә. Неге хақ кетеді екен, неге ше, мен қалып кетіп, мен сізді жақсы көретінмін. Бірақ сол бөлгеннен кейін, как будто біздің бұзық балдар дедім, маған жоқ, сән наш. Мен өзім мектепте бар ғой, бір аптаға, бір ай, бір 90 ұлдан оқымаған балам, мен оқуға жоқпын. Әкем айтатын, соны сен қойшы боласың, қой бағасың деп. Қой бақсам, қой бағам, әкем қойшы жүрді. Бір күні армиядан келсем, әкем айтады, балам қой бағу керек, бір адам қоя қойдық дейді. Өмір бақы таяқ жеп білемін сіздер дейді, қой бағасың, қой баға, ендіге маған қой бақып бақсам, мен бақпаймын дейді. Балам бақ ішіне самайды, адам боласың деп. Бана әңгіме содан Сәуле екеуміз махаббат қызбен жігіт жүзіп жүрген, бұл Алматыда оқиды. Сәуле, мен әкем мырзасын алуым керек, батасын алуым керек. Сол кісі бақ десе мен 1-2 жыл қойып ағайын. Мен тұрмысқа шығып маған үйленемін дейтін болсаң, кел, жоқ мен Алматыда өмір сүремін дейтін болсаң, тағайын өзім білдіп кеткен, артынан келді, Құдайға шүкір. Қазір 3 қызым бар, тұрмысқа беремін. Бір ұлым бар, 8 немерем бар. Жаңылысқан жоқ, бірақ түбі Алматыға келіп барымыз білген екен. Алматыда өмір сүріп жатыр, Аллаға шүкір жақсы. Өте ырзамын, бүгін күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Алла тағала мынау кеше өмірден өткен класстастарымыз, алтын құрдастарымыз, Әбшүр бауырыма, Асан бауырымызға, Бекен бауырымызға, Минарға, Әбжаппарға бәріне Құран оқыды, Құран бақшады, бұларға тек Құран тиеді. Иә, Құдай жатқан жерден жайлығысын. Құда қаласа естеріңе Құран оқып тұрыңдар. Құраннан басқа көргеннен кейін кеше Зәуретте көріп жатыр, ойнап күліп бұрынғы кездерді айтып жатыр деген сияқты. Мен өте қуаныштымын. Құдайым, Алла тағалам көзі тура болып, 10 жылдан кейін Құда қаласа 50 жылда тура осылай күліп жайнап отырған нәсіп етсін. Бай қуатты болайық, аман болайық. Қыздар, рахмет. Мынау күйеу бала дейді ғой, мен күйеу бала деп айтпаймын, құрдастарым ғой. Молодец, рахмет сендерге. Сонша жерден қоштап осы қыздарымызды демеп, бара Нұрлан айтып отыр ғой, түнде ағайын туысқандар шулап жатыр, жұма күні түн ортасында қайыққа жіберіп жатсың деп дейді ғой.
бәрі шулап жабылып кетті дейді. Молодец, ешқайсысын тыңдамай өзің шешім қабылдап жіберіп, зато арасында болып ойнап күліп жатыр. Мына бүгін Айнұрге рахмет, Анарға рахмет, мына Сәуле молодец, мен келіншегім бүгін жүріп аты салсыз мен айтамын, өзің қырсылдырым болып жатырмыз, сондай сияқты дейді. Соған жеткізе берсін сені де. Ал қыз келіншектер, Гүлайша, сендерге де рахмет. Осы дастарханды сыйлап келгендерге. Байқуатта аман болыңдар, бар болыңдар, тек жақсылықта болайық. Молодец. Ішіңіз толық қылып қойған. Жаңа молодец, қолса қошемет деп қойыңыздар. Негізі байқайсыздар ма? Кішкентай кезде сен адам болмайсың дегендер жаман адам болып кетеді дейсіз. Сол адам еместерді жайлап ұстау керек ау деймін қыздарға негізі. Түсінгенімдесін әрине. Міне тамаша қолса қошемет деп қойыңыздар. Қос қуаныштатып әдемі. Әке бірдеңе айтамын демесіз ғой? Келіңіз. Рахмет. Және мына осы 40 жылдықта әрине өте қызу, шын ниеттеріме қалай десем болады, өте қызу асарласып, жауапкершілікті қолға алып, жаңағы осы дастарханның сәнін келтірген, мінекей осы бас қосудың басы қасында жанашыр болып жүгірген сыныптастардың бірі, бір жаннан бастап рахмет айтқым келеді. Енді одан кейін мінекей Марат құрдасым қол шапалақтап қойыңыздар. Олар өте ризамын. Осы міне осы зәулім керемет берекелі жақсы кеш болады деп ойлаймын. Тамаша зәулім неде отырмыз, мінекей ғимаратта тамағы да бәрі дәмді, таңдауларыңызға өте ризамын. Сыныптастарым айтқым келгені, Ғалымжан мінекей кейіннен келсе де топты өте жандандырып, керемет жақсы асарласып жүрді. Одан кейін айтқым келгені тағы Зоя қызымызға рахмет. Осы әрбір сыйлықтарды, әрбір фотозона қарап қойыңыздар. LED-экран бәрінің көркем жаңағы әсемділігіне өте жауапты қарап, өте тамаша шыққан, риза болып отырмын әрине. Жалпы бәріңізге ризамын. Бұл негізі бұл кеш бір адамның жұмысы емес қой, көпшіліктен жаңағы ұйымшыл асарласқаннан осындай нәтиже шығып жатыр. Бәріңізге рахмет. Және мен өзімнің мынау кішкене сый-сияпатым бар еді, қыз келіншектерге деген сол Қарағандыдан әкелген тәтті дәм дейін. Сонымен сіздерге қазір сый-сияпатымды бергім келіп отыр. Мүмкіндік берсеңіздер. Рахмет, қайдайын деп отыр міне? Рахмет айтып қошасыз қол сияқты.